Осыдан бір жыл бұрын Гакку медиа өзінің қанатын кеңге жайып телеарнадан бөлек Гакку FM радиосын ашқан болатын. Жуырда аталмыш радио өзінің бір жылдық мерейтойын атап өтті. Осыған орай тыңдармандар сүйікті әуе толқынын құттықтап, жүргізушілермен жүздесті. Әр атқан таңымызда осы Гакку FM-ден бастаймыз. Көзімізді аша сала радионы қосамыз. Ең сапалы және тек қана қазақстандық музыка осы Гакку FM-де. Сол себептен де өзім Гакку FM-ді таңдаймын. Гакку FM маған өте қатты ұнайды. Соның ішінде мына Жансая ханымның да өте тәтті дауысы маған қатты ұнайды. Сосын Тәкең бар. Күніге біз жұмысқа бара жатқанда қайтқан кезде үнемі Гакку FM-ді үнемі тыңдаймыз. Бұл тек Алматы қаласындағы тыңдармандар. Радиомыздың жүргізушісі Бибігүл Көмекқызының айтуынша Гакку FM радиосын шетелде де тыңдайды. Өте бақыттымыз, өйткені бізге тек Қазақстаннан ғана емес, Біріккен Араб Әмірлігінен де жазды. Өздерінің сәлемдемелерін жолдады. Бұл ұжымның дұрыс жұмыс істеп жатқандығын білдіреді. Кейбіреулерін көрсеңіз ғой, көзіңізге жас салуыңыз да мүмкін. Бір жүргізуші көзіне жас алса, екіншісі өзін әлемдегі ең бақытты жан сезінеді. Біздің музыкалық өндірісте қандай өзгерістер болып жатыр, қандай нәрсе трендте жүр, және өзіміздің қазақи, рухани, өзіміздің таза ұлттық музыкамызды әрлеу арқылы, әсерлеу арқылы қазір қандай бағытқа, дұрыс бағытта келе жатыр ма, соның бәрін өзім соның аясында соған маңызды істерге араласып жүргенмен өзім бақытты санаймын. 7 жүргізуші 5 бағдарламадан тұратын Гакку FM енді ғана тәй-тәй басып тыңдармандардың жүрегін жаулауда. Алдағы уақытта олардың қатары көбейеді деп сенеміз. Қызықты жобаларды ұсынатын шығармашылық топқа қанаттарыңыз талмасын дейміз. Гакку FM бір жасың құтты болсын.